Әке сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып далам, кезі келгенде жасып қалам, мұн өмірге бәрібір ғашық балаң. Армысыздар, құрметті қазақ елі. Алматы облысы, Іле ауданы, номері 20-шы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестігі, сұлулық сарайының талантты тас қалаушыларының бірі, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай поэзиям менің, мен өлсемде сен өлме атты челленджін қабыл алыңыздар. Менің туған күнім ойбалай, мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған ай деген ақиық ақынымыз Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпан күні Алматы облысы Нарынқол ауданы Қарасаз деген жерде дүниеге келген. Ол қазақтың әйгілі ақыны, қазақ поэзия әлеміне шексіз кеңістікпен көз сүріндірер биіктік әкелген ақын. Күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарған ақын. Оның өлеңдері шын тебіреністен, шын күйзелістен, шын қуаныш пен шын махаббаттан туған. Мұқағали Мақатаев өзінің бір естелігінде былай деп жазыпты: қымбатты менің достарым, егер менің шығармашылығым, өлеңдерім сіздерге әсер етіп жатса, зерттейтін болсаңыздар, онда менің өлеңдерімді бастан аяқ түгел оқып шығуларыңызды өтінемін. Себебі менің өлеңдерім жеке дара ештеңе емес. Біріктіріп қарағанда ол поэма іспетті, басы және аяғы бар. Ол кейде күлімсіреген, кейде түңілген жанымның құдды дауысындай. Жанымның мұңы мен қуанышы бәрі сонда. Солар басқа жүректерге өз сәулесін түсірсе деп ойлаймын. Сөз жоқ, Мұқағали шығармалары оқушысының жүрегіне сәуле түсірді. Себебі ақын туған жерін, туған халқын, туған тілін жанындай сүйді. Көтеріп тұрып құлатады өмір, күлдіріп тұрып шулатады өмір. Етегің толып еңіреген кезде қайтадан өзі жұбатады. Жақсаттанды демессің сүйем десең, табынатын тәңірім ием десең, адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйем десең. Сен менің сүйегім мен қанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың, саған деген махаббат дамылдасың. Тек сенің топырағыңды жамалғансың, өзінше түсім керек, ісім керек. Сырым бар саған айтар ішімде көп, қомағай көзімді бір тойдыра алмай, қорқамын бәрі сенің түсінбеде. Қазақстан, пай ардағымай, сен менің шолпанымсың жанған ұдай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманым. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірлестігі, мектебіміздің тарих пәнінің бірлестігіне челленджді жолдаймыз. Оңаша жалғыз қалғанда есіңе мені алғайсың. Мен бар деп мынау жалғанда, жоқ деген сөзге алданба, есіңе мені алғайсың. Есіңе мені алғайсың. Есіңе мені